Бұл фактіні сіз білмеуіңіз мүмкін, бірақ Норвегияда Рождество мен Жаңа жыл қарсаңында шарша базарлары жай ғана сауда емес, тұрақты дәстүрдің бір бөлігі. Мұндағы шаршалардың басым бөлігі жабайы ормандардан кесілмейді, арнайы фермерлік алқаптарда өсіріледі. Көп жағдайда адамдар шаршаны жергілікті фермерден сатып алады. Оның қай жерден және қалай өскенін біліп сатып алады. Ал ең қызығы мерекеден кейін басталады. Шаршалар қоқысқа тасталмайды. Оларды орталықтандырылған түрде жинап, ұнтақтап, ағаш үгіндісіне айналдырады. Бұл үгінділер биожанармай ретінде пайдаланылады, немесе ферма мен зоопарктарға жіберіледі. Қылқан жапырақты бұталар жануарларға жем ретінде қолданылады. Мысалы, биыл 5 қаңтарда осы шаршаларды арнайы қоқыс жинайтын машина келіп алып кетеді. Сондықтан бүкіл қала тұрғындары өздерінің шаршаларын 4 қаңтарда сыртқа шығарып дайындап қояды.